Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі нәзік болып шығатын тирамису десертін дайындаймыз. Бұл десерттің ең басты ингредиенті бисквитті печенье, савоярди. Бұл печеньелерді біз өзіміз дайындайтын боламыз. Мына жерде менде ұн. Ең бастысы жұмыртқаны шекермен араластырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне ванилин қоссаңыздар болады. Жұмыртқалы массамыз 2-3 есе көбейіп, әппақ болғанша осылай миксерлейміз. Осындай қою масса шығу керек бізде. Миксерлеп алдық. Енді үстіне 2 бөлікпен бөліп ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, жаймен, қасықпен астынан үстіне қарай осылай араластырамыз. Біздің массамыз түсіп кетпеу керек. Осылай өзінің үлпілдек қалпын сақтап қалу керек. Бірден араластырып жүруге болмайды. Осылай жаймен араластырамыз. Кондитерлік мешокқа салып, осы мешоктың көмегімен противенге осылай жайғастырамыз. Ұзындығы 8-10 см ұзындықта жайғастыратын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Үстіне сахарный пудрамызды себеміз. Енді 180 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Міне, біздің печеньелеріміз пісіп шықты. Арасы сондай қытырлақ болып тұрады. Енді кремімізге кірісеміз. Мына жерде менде творожный сыр. Үстіне сахарный пудрамызды себемін. Оның үстіне сливкімізді құямыз. Бұл массамызды да енді миксерлейміз. Қою болып шығу керек. Печеньелеріміз де, креміміз де өте тез дайын болады. Міне осындай қою масса шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Менде кольцом 18 см. Егер сіздер 20 см, 22 см кольцо жинайтын болсаңыздар, онда бұдан көп печенье пісіру керек. Мен оның мөлшерін описаниеда қалдырамын. Міне осылай видеода көрсетілгендей барлығын жинап аламыз. Печеньелеріміз құлап кетпеу үшін астын кішкене бірдей етіп кесіп шыққанымыз дұрыс. Енді печеньеміздің үстіне мендегі малиновый джем, өздеріңіздің қалаған джемдеріңізді салсаңыздар болады. Джемнің үстіне кремімізді жаямыз. Кремнің үстіне қайтадан печеньемізді қоямыз. Осылай қатармен барлығын қойып шығамыз. Тағы да джемімізді жағамыз. Оның үстіне тағы да кремімізді жағатын боламыз. Бұл тирамисуды жай ыдыста істеуге де болады. Мен осылай торт секілді істегім. Енді үстін мен құлпынаймен әсемдеймін. Өздеріңіздің қалауларыңызбен қалағандарыңызша әсемдесеңіздер болады. Міне тирамисуымыз дайын. Осылай сыйлыққа апаруға да болады. Егер сіздерге рецептіміз ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.